Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім жиі жасайтын өте дәмді жаздық баклажаннан салат жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Салатқа қолданылатын көксектер баклажан, сәбіз, болгар бұрышы және де жартылай ащы бұрыш қажет болады. Барлығын жуып тазалап аламыз да, видеода көрсетілгендей бірінші баклажандарымызды осындай домалақтап, осындай қалыңдықта домалақтап, кейін ұзыншалап турайтын боламыз. Барлығын шұңғыл ыдысқа салып, тұздап, араластырып 10-15 минутқа басқа көксектерімізді турап дайындағанша қойып қоямыз. Енді дәл солай сәбіздерімізді де ұзынша жіңішкелеп турап аламыз. Барлық қажетті заттарды видео астына қалдырып кететін боламын. Болгар бұрыштарымызды да осылай ұзыншалап тураймыз, және де жартылай ащы бұрыштарды да турауды ұмытпаңыздар. Енді осы көксектерімізді қызып тұрған майда бірінші баклажанды екі жақ бетін баяу отта қызартып пісіріп аламыз. Екі жағына ауната отыра қызартып жақсылап пісіріп аламыз. Толық жақсылап піскеннен кейін сүзіп, дәл осы майға сәбіздерімізді салып қуырып алатын боламыз. Сәбіздерімізді де жақсылап жұмсарғанша қуырып алып, кейін оларды да сүзіп аламыз да. Осы майда болгар бұрышын қуырып аламыз. Болгар бұрышын қатты отта шамамен 3-4 минут аралығында қуырып аламыз. Барлығын жеке-жеке көріп отырғандарыңызда жеке-жеке қуырып алғаннан кейін бір шұңғыл ыдысымызға барлығын салып дайындаймыз. Бірінші сәбізімізді қуырылған, болгар бұрышын қуырылған баклажандарымызды саламыз. Ұсақтап туралған көк пияз, кәдімгі пиязымызды жіңішкелеп турап, сарымсақ және де укропымызды турап қосамыз. Қаласаңыздар петрушка қосуға да болады. Және де осылай ұзынша жіңішкелеп туралған қызанақтарымызды салып, дәміне қарай 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық толтырып, ащы қызыл бұрышты саламыз, және де 2 ас қасық соя тұздығын құямыз. Соя тұздығын ұнатпасаңыздар қоспауға да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салатты қаласаңыздар бірден ұсынуға да болады, немесе тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып барып сіндіріп ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Осы порциямен менде 4 жерге салғанға жетті. Өте дәмді салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.